Кальций туралы білуіңіз керек ақпарат. Кальций дегеніміз не? Кальций адам ағзасындағы ең маңызды минералдардың бірі. Оның шамамен 99% сүйек пен тістерде сақталады. Қалған бөлігі қан мен басқа тіндерде болып, көптеген өмірлік маңызды қызметтерді атқарады. Сондықтан кальций тек сүйекке ғана емес, бүкіл ағзаның дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет. Кальцийдің ағзаға пайдасы: сүйек пен тістерді берік етеді. Бұлшықеттердің дұрыс жиырылуына көмектеседі. Жүректің қалыпты соғуын қолдайды. Жүйке жүйесінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді. Қанның ұю процесіне де қатысады. Кальцийге тәулігіне қанша мөлшер қажет? Орта есеппен балалар жасына байланысты 700-1300 мг, ересектер шамамен 1000 мг, жүкті және бала емізетін әйелдер тәулігіне шамамен 1000-1300 мг, ал 50 жастан асқан әйелдер мен 70 жастан асқан ер адамдарға шамамен 1200 мг. Кальций қай тағамдарда көп? Сүт, айран, ірімшік, сүзбе, сүйегімен бірге желінетін сардина және басқа ұсақ балықтар, брокколи, жапырақты жасыл көкөністер, бадам, күнжіт, бұршақ тағамдары. Кальцийдің жақсы сіңуі үшін не қажет? Д дәрумені кальцийдің ішекке сіңуіне көмектеседі. Магний кальций алмасуына қатысады. Белсенді өмір салты мен тұрақты дене жаттығулары сүйектердің мықты болуына ықпал етеді. Теңгерімді тамақтану кальцийдің тиімді пайдалануына көмектеседі. Кальцийдің сіңуіне не кедергі болуы мүмкін? Тұзды шамадан тыс пайдалану, газдалған тәтті сусындарды жиі ішу, кофеинді шамадан тыс тұтыну, темекі шегу, алкогольді көп пайдалану, кальцийге бай тағамдарды жеткіліксіз тұтыну. Кальций қоспасын қашан қабылдау керек? Кальций қоспасы барлық адамға қажет емес. Егер дәрігер кальций тапшылығын анықтаса, қауіпті тобына жатсаңыз, қоспа қабылдау ұсынылуы мүмкін. Кальций қоспасын темір препаратымен бір уақытта қабылдамаған дұрыс, себебі кальций темірдің сіңуін төмендетуі мүмкін. Кімдер кальцийге ерекше көңіл бөлуі керек? Балалар мен жасөспірімдер, жүкті және бала емізетін әйелдер, менопауза кезеңіндегі әйелдер, егде жастағы адамдар, сүт өнімдерін аз тұтынатын немесе мүлдем тұтынбайтын адамдар, спортпен белсенді айналысатын адамдар. Кальций сүйек пен тістің ғана емес, жүрек, бұлшықет, жүйке жүйесі және қанның ұюы үшін де маңызды минерал. Оның жеткілікті мөлшерде болуы денсаулықты сақтауға көмектеседі. Кальцийді ең алдымен табиғи тағамдардан алған дұрыс, ал қоспаларды тек қажет болған жағдайда және медицина қызметкерінің кеңесімен қабылдаған жөн. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Денсаулық туралы пайдалы ақпараттарды бірге үйренейік.